Саламатсыз ба апай? Саламатсыз ба? Өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Мен Жбаниязова Қазына Андресулиевна, орыс тіл пән мұғалімі. Еңбек өтілім 22 жыл. Мектеп жайлы қысқаша мектептің тарихы жайлы айта аласыз? Бұл мектеп салынғанда біз 2003 жылы қолданысқа ие болды. 2003 жылы октябрь айында бұл мектепке кіргенбіз. Біз Алтынсарин мектебінен бірнеше мұғалім осы мектепке переводпен келгенбіз. Рахмет. Бастапқыда мектепте қанша мұғалім болды? Где-то, если не ошибаюсь, 60-70 мұғалім болды. Бірлестігіңізде қанша мұғалім жұмыс жасадыңыздар? Ол кезде бірлестігімізде 10 шақты мұғалім. Ал қазіргі таңда? Қазіргі таңда 21 мұғалім бар бірлестікте. Ол кездегі мектеп пен қазіргі мектептің айырмашылығы неде деп ойлайсыз, және сіз айырмашылық көресіз ба? Балалар санында кейінгі кездері бала саны өте көп. Ол кезде бала саны сәл аздау еді қазіргіден қарағанда. Ол кездегі мектеп пен қазіргі мектептің айырмашылығы неде деп ойлайсыз, және сіз айырмашылық көресіз ба? Білім берудегі өзгерістер, актіні қолдану, оқушыға басқа көзқараспен қарау деген айырмашылықтары бар. Ол кезде программаның өзі өзгерді. Ол кезден бері 20 жыл болды ғой, одан бері программа өте қатты өзгерді программа. Көп рахмет, сау болыңыз.